Танымал әнші жайлы жылдан мәлімдеме. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқылардың қатарында біліп отырғыңыз келе ме? Ендеше арнамызға жазылып осы видеомызға лайк басайтыңыз. Қайрат Нұртасқа қатысты іс, сот не шешті? Астана қалалық сотында Қайрат Айдарбековқа қатысты әкімшілік құқық бұзушылық іс туралы апелляциялық тәртіппен қаралды. Бұған дейін әкімшілік құқық бұзушылық жөніндегі мамандандырылған аудандық соттың қаулысымен Қайрат Нұртасқа ұсақ бұзақылық жасаған үшін 15 тәулік мерзімге әкімшілік қамауға алынған болатын. Бірінші сатыдағы сот Қайрат Нұртасқа ұшақтың ішіне жанжал тауысу кезінде азамат Б-ға қол жұмсап, оның денсаулығына жеңіл зиян келтіріп, төбелес кезінде балағат сөздер айтқанын анықтады. Құқық бұзушының адвокаты қаулымен келіспей 434 баптың 2 бөлігі бойынша шағымданып, құрамның болмауына байланысты соттан іс жүргізуді тоқтатуды сұрады. Қаулының күшін жою үшін негіз анықталмағандықтан апелляцияның 2024 жылы 9 шілдедегі қаулысымен бірінші сатыдағы соттың сот актісі өзгеріссіз қалдырылды. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Аптаның соңғы жаңалықтарын алғашқылардан білгіңіз келсе, бізге қосылыңыз.